Рахмет Бақыт, қайырлы күн құрметті әріптестер, құрметті телекөрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан ақпарат таратуды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы негізгі ұбт 2024 қорытындылары. Алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныс болыңыздар. Гүлзат Көбенова, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасы. Наужан Дидарбекова, ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары. Жанна Есенбаева, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары. Алғашқы сөз кезегі Гүлзат ханым өзіңізге беріледі. Рахмет, Елдана. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдары, қайырлы күн. Бүгін 12 шілдеде негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталады. ұбт электронды форматта биыл 43 тестілеу орталығында өтті. Соның ішінде су апатынан зардап шеккен 6 өңірде, атап өтетін болсақ Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ұбт 12 шілдеге дейін ұзартылған болатын бұрын. Осыған дейін айтқанымыздай, ұбт-ның маңызды артықшылықтарының бірі, оны тапсыруға 2 мүмкіндік беріліп, тестіленуші ең жақсы нәтижені грант иелену үшін конкурсқа жолдай алады. Енді биылғы жылдың негізгі қорытындыларын айтатын болсақ, ең біріншіден, биылғы жылы мектеп түлектерінің саны артып, 181 мыңнан астам талапкер ұбт-ны 2 мүмкіндікті қоса есептегенде 326 мың рет тапсырып отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда 20 мыңға артық бала ұбт тапсырып отыр. Бұл Қазақстандағы демографиялық жағдайдың жақсарғанын және жоғары білімге сұранысын жастардың арасында артуын көрсетіп отыр. Алдын ала ақпарат бойынша 139 мыңға жуық талапкер шекті балл жинады. Олар грант конкурсына қатыса алады. Екіншіден, соңғы 3 жылдың ішінде алғашқы рет биыл 140 балл жинаған талапкер шықты. Бұл Алматы облысы Талғар ауданы Қарабұлақ ауылының номер 22 орта мектебінің түлегі Жаннұр Еңсебек, өздеріңіз көрдіңіз ақпарат құралдарынан. 139 балды 2 тестіленуші Шығыс Қазақстан облысының түлегі Аяужан Мұратова және Қызылорда облысының түлегі Нұрболат Жұбатқан жинады. Атап өтсек, аталған 3 талапкер ауыл мектептерінің түлегі болып табылады. Жалпы 716 оқуға түсуші 130 балдан жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Үшіншіден, министрлік тарапынан стратегиялық әріптестіктерді шетел жоғары оқу орындарымен күшейту бойынша жұмыстар белсенді түрде атқарылуда. Қазіргі таңда елімізде 19 шетелдік жоғары оқу орындарымен білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда. 8 шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік орнату мәселесі пысықталуда. Бұл филиалдар біздің жастарымызға, оның ішінде ауыл жастарына халықаралық стандарттарға сай жоғары білім алуға бірегей мүмкіндік. Мысалы, жақын арада өздеріңіз роликтерді көрген болатын шығарсыз. Ақтөбеде Хериот университетінің филиалында Қазақстанның Хериот университетіне жастар өз қызығушылығын көрсетіп, бүгінгі күні қандай шет тілдерін жетік меңгеріп, жоғары білім алуға дайын отыр. Бүгінгі күні Ақтөбеде Хериот университетінің филиалында Қазақстанның 9 өңірінен жастар оқып жатыр. Биылғы жылы алғашқы шетелден де Тула облысынан Ресей азаматы да келіп отыр оқуға. Солтүстік Қазақстанда Аризона университетінің филиалында Қазақстанның 18 өңірінен жастар білім алуда. Сондай-ақ Атырау облысында Губкин атындағы университеті, Алматы қаласында МИФИ университетінің филиалдары табыс жұмыс жасауда. Бұл филиалдар биыл 3-ші рет қабылдауды жүзеге асырып келді. 2023 жылдан бастап Ақтауда Есенов университетінде Неміс университеттерінің консорциумы арқылы тұрақты инженеринг институты құрылды. Сонымен қатар Шығыс Қазақстанда Быдыгыш қаласының экономика университетінің филиалы және Қызылордада да Сеул Тех университетімен бірлесіп жасанды интеллект жоғары мектебі ашылды. Биылдан бастап Сатпаев университетінде әлемнің жүздігіне кіретін Гонконг CTU университетінің қосдиплом бағдарламасымен серіктестігі басталып отыр. Жақында ғана Қытай және Қазақстанның президенттері ашқан Бейжің тіл және мәдениет университеті өзінің қызметін бастап отыр.
Сонымен қатар Абай университетінің базасында Лотарингия университетінің, Дулати университетінің базасында Менделеев атындағы Ресей химия технологиялық университетінің, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында Ташкент ауыл шаруашылығын ирригациялау және механикаландыру инженерлері институтының филиалдарында жұмыстарын бастап отыр және басқалары. Ары қарай грант конкурсына қатысу үшін өтініштер қабылдау туралы тоқталсам. Биыл қабылдау кампаниясы шілде айының 13 мен 24 аралығында жүргізіледі. Құжаттар бұрынғыдай дәстүрлі форматта қабылданады. Жоғары оқу орындарының негізінде қабылдау комиссиялары өз жұмыстарын бастап кетті. Сонымен қатар жақын арада электрондық форматта да қабылданатын болады. Осы жерде мына маңызды нәрсені айта кетсем, құжаттарды кез келген жоғары оқу орны арқылы тапсыруға болады. Мысалы, Алматыға оқуға түсуді жоспарлап отырған ақтаулық түлек грантқа өтініш беру үшін Алматыға келмей-ақ құжаттарын электронды түрде немесе жергілікті жоғары оқу орны арқылы офлайн түрде тапсыруға болады. Енді грант туралы айтатын болсақ, биыл бакалавриатқа түсу үшін 79 мыңға жуық грант бөлініп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша техникалық бағыттарға аса назар бөлінді. Осылайша барлық гранттың 60% техникалық мамандықтарға бөлініп отыр. Гранттардың басым бөлігі инженерлік, өңдеу, құрылыс салалары білім беру бағдарлама топтарына бөлінді. Олардың саны 19.344 грантты құрайды, ал педагогикалық ғылымдарға 13.735 грант. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласына 10.903 грант, жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика бағытына 8.288 грант тиесілі. Тағы назар аударатынымыз, биыл алғаш рет ішінара оқу ақысы бар сараланған гранттар енгізіліп отыр. Педагогикалық ғылымдар және әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат бағыттары бойынша бірінші рет 150 сараланған гранттар бөлініп отыр. Енді серпін бағдарламасы туралы айтатын болсам, биыл түлектерге 3903 грант бөлінген, оның ішінде 2024 жылы алғаш рет колледж түлектері үшін 400-ден астам грант бөлініп отыр. Серпін жобасы арқылы 4 даярлау бағыты бойынша білім алуға болады. Атап айтсақ, педагогикалық ғылымдар, инженерлік техникалық, ақпараттық технологиялар, ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға түсуге болады. Бағдарлама оңтүстік өңірдегі ауыл жастары үшін бағытталған. Айта кетейік, былтырғы жылдан бастап оқу бітіргесін грант өтеу мерзімі 3 жылдан 2 жылға қысқартылып, өтеу орны 11 аймаққа дейін кеңейтіліп отыр. Тағы да бір бағыт, ол гранттар тізімінде 5000 халық тығыз қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін мақсатты білім беру гранты бар. Оның ішінде гранттар Атырау және Маңғыстау облысы түлектеріне де арналған. Бұл жерде атап өтетін жайт, балалар осы арнайы грантқа да және жалпы конкурсқа да қатыса алады. Өңірлік жоғары оқу орындарына қолдау көрсетіліп отыр. Педагогикалық, ауыл шаруашылық және инженерлік мамандықтар бойынша мақсатты гранттар бөлініп отыр. Енді шекті балдар туралы айтатын болсақ, 2019 жылдан бастап академиялық еркіндік жоғары оқу орнына берілді. Бұл ретте жоғары оқу орындарына ақылы негізде грант бойынша да оқуға қабылдау үшін ОБТ-ның шекті балдарын жоғары оқу орындары өздері белгілей алады. Ұлттық тестілеу орталығы жыл сайын талапкерлерге ыңғайлы болу үшін еліміздің барлық жоғары оқу орнының шекті балдарын ортақ тізімге ұсынады. Бұл мәліметтер Ұлттық тестілеу орталығының сайтында және әлеуметтік желілерде қолжетімді. Мысалы, математика мұғалімдерін даярлау мамандығы бойынша грантқа академик Букетов атындағы Қарағанды университетіне түсу үшін кемінде 77 балл жинау керек болса, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне 110 балл, немесе СДУ университетіне 120 балл қажет.
Квоталар туралы айтатын болсақ, арнайы квота жыл сайын қарастырылып отыр. Биылда әлеуметтік осал топтарға квота сақталады. 2022 жылдан бастап ауыл квотасы 35%-ді құрайды. Атап өтетін жайт, су тасқыннан зардап шеккен өңірлердің талапкерлері негізгі ОБТ-дан төмен балл жинаса, қаңтар немесе наурыз айларындағы ОБТ-ның жоғары нәтижелерімен 20% су тасқыннан зардап шеккен өңірлердің талапкерлеріне бөлінді. 2022 жылдан бастап беделді халықаралық пәндік олимпиада, жарыс, конкурс жүлдегерлері мемлекеттік грантқа ОБТ-сыз ие бола алатындығында айтқан жөн. Мемлекеттік грант конкурсында балдардың теңдігі жағдайында басымдылық алтын белгі иегеріне беріледі. Биыл 7000-нан астам алтын белгі иегерлері бар. Енді әскери борышын өтегендерге қатысты да тоқталсам. Өткен жылдан бастап, олар ОБТ-сыз әңгімелесу арқылы тек ақылы негізде оқуға түсе алады, немесе жоғары оқу орнының ішкі гранттарына үміткер болады. Жалпы жылдағыдай білім беру гранты иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланатын болады. Жоғары оқу орындарында құжат қабылдау 25 тамызға дейін жүзеге асырылады. Құрметті талапкерлер, құрметті ата-аналар, тағы да назар аударамыз. Ертең 13 шілдеде грант конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау басталады. Құжаттарды 12 күн бойы қабылдайды. Сондықтан бұл сіздің өміріңіздегі маңызды таңдау екенін ескере отырып, асықпай, жан-жақты зерттеп, тиісті шешім қабылдап, құжаттарыңызды өткізе аласыздар. Барлық сұрақтар бойынша 69 50 89 нөмірі бойынша кол орталығына хабарласуға болады. Сонымен қатар ұлттық тестілеу орталығының 69 52 80 69 50 96 69 52 87 нөмірлері бойынша хабарласуға болады. Және Instagram, Facebook, Telegram әлеуметтік желілерінде жаңалықтармен таныса аласыз. Барлық талапкерлерге сәттілік тілейміз. Рахмет, Гүлзат ханым. Құрметті әріптестер, енді сұрақ-жауап бөлімін бастаймыз. Әдеттегідей бір журналист бүгінгі баспасөз мәслихат тақырыбы аясында 2 сауалдан қоя алады. И прямо сейчас с нами Атамекен Бизнес на прямой связи Айсауле Байгазина. Айсауле, добрый день, ваши вопросы. Добрый день. Я бы хотела узнать в целом, как оцениваете знания абитуриентов? Вот, за последние 5 лет наблюдается какое-то улучшение или нет? Айсауле, но в целом, я думаю, можно отметить значительную динамику, учитывая, что сегодня последний день сдачи ЕНТ, буквально в ближайшие дни, после завершения рассмотрения всех апелляций, будут подведены итоги и выведена общая статистика, но в целом можно отметить, что есть динамика, даже учитывая то, что за последние годы, 3 года не было у нас выпускников вузов, выпускников школ, набравших максимальные баллы, я думаю, можно уже делать определенные выводы. Ну, а в целом есть ли уже какие-то предварительные итоги у вас? Предварительные итоги имеются. Более 139 тысяч выпускников у нас набрали необходимый пороговый балл. Соответственно, это они набрали из возможных 140 баллов 50 и более. И имеют уже возможность поступить в высшее учебное заведение. 139 тысяч из 181 тысяч участвовавших. То есть получается где-то 76%. Ну, я вот и хотела, имела в виду, по сравнению, например, может, с прошлым годом, в этом году все-таки результаты лучше, знания? Мы обязательно доведем, Айсауле. Я думаю, мы и средний балл сможем, и общий, кто преодолел, всю статистику обязательно доведем. Есть ли у вас еще вопросы? Уточняющий вопрос. Сколько грантов для обучения на бакалавриате выделено в этом году и по каким специальностям больше всего?
Спасибо за вопрос. Да, в текущем году общий объем госзаказа на программу бакалавриата составляет 78 219. И, как отметила Гульзат Избасаровна, в соответствии с поручением главы государства, мы 60% от общего объема госзаказа распределяем на технические направления подготовки, то есть это более 19 тысяч грантов. В дальнейшем приоритет дается на педагогические направления подготовки, это более 13 тысяч грантов и так далее. В целом необходимо отметить, что госзаказ формируется на основе потребностей кадров, которые ежегодно проводятся Министерством труда и социальной защиты. Также мы учитываем предложения отраслевых государственных органов, различных предприятий. И в связи с этим сейчас приоритет идет на технические направления, это инженерные науки, строительные отрасли, информационно-коммуникационные технологии, естественные науки, механика, математика. На уровень магистратуры у нас 13 тысяч грантов, и в докторантуру госзаказ у нас составляет 2919. Он больше, чем в прошлом году, на 1000 грантов. Исавлия, есть ли у вас уточняющий вопрос? Вопросов нет. Если можно, да, вот насколько известно, формат сдачи ЕНТ в этом году так особо не меняли, но я слышал, что в стране хотят внедрить сдачу каких-то дополнительных иностранных экзаменов, там, TOEFL, GRE, IELTS, если не ошибаюсь. Вот что можете сказать по этому поводу? Если вопрос касается наличия у поступающих международных стандартизированных сертификатов, то у нас предусмотрена шкала перевода в баллы ЕНТ. Это касается и международных сертификатов IELTS, TOEFL, это касается и GRE, и SAT. То есть мы в соответствии с международными стандартами переводим все в баллы ЕНТ. Абитуриенты могут перевести баллы ЕНТ при подаче как раз-таки вот в период с 13 по 24 июля при подаче документов на конкурс. Им необходимо лишь приложить необходимый сертификат, и это все на базе со стороны Национального центра тестирования в информационной системе конвертируется. Благодарю за ответ. Без медиа отправили свои вопросы, разрешите зачитать. Есть информация о том, что школы подкупают комиссию, и ученики этой школы свободно списывают на ЕНТ. Как вы можете прокомментировать эту информацию? И вообще, были ли зарегистрированы факты коррупции? Спасибо за вопрос. Хотелось бы отметить, что для усиления контроля у нас на местах работают государственные комиссии, созданные при университетах, а также при управлениях образования. Также у нас привлекаются в качестве наблюдателей неправительственные организации, например, как Адальдакжола. Кроме того, мероприятия, проводимые Национальным центром тестирования, направляются наши сотрудники с центрального аппарата. Кроме того, на местах у нас работают сотрудники, которые непосредственно занимаются вопросами информационной безопасности. В целом, вопросы, касающиеся коррупции данного ЕНТ, мы не говорим про это, потому что в целом ЕНТ прошло в штатном режиме, и мы окончательные результаты дадим уже после полного завершения ЕНТ. Второй вопрос от Бесмеди. Какой регион показал наихудшие результаты? Чем обусловлено, что именно в этом регионе самые плохие результаты ЕНТ? Есть ли действительно результаты ЕНТ в 1 балл? Да, действительно, имеется результат в 1 балл. Мы об этом сообщали, что данный ребенок до этого сдавал единое национальное тестирование и набрал свыше 90 баллов. Но вот в ЕНТ, в котором он набрал 1 балл, он участвовал всего 5 минут, и, соответственно, он набрал 1 балл. Он об этом писал в своих страницах социальных сетей. Кроме того, мы не делаем рейтинг регионов, так как единое национальное тестирование является вступительным экзаменом в высшее учебное заведение, и также дети могут принять решение об участии или не участии в ЕНТ. Соответственно, данный показатель не может оценивать полностью уровень образования регионов, поэтому рейтинг по результатам ЕНТ не проводится. Благодарю за ответ. Қазақстан ұлттық телеарнасы, Серік Жұмабек. Сұрақтарыңыз бар ма?
Сұрақ жоқ. Тенгри Ньюс КЗ, Аружан Дарибай с нами на прямой связи. Аружан, добрый день. Ваши вопросы? Аружан, вы нас слышите? Да, я подключилась. Здравствуйте. Добрый день. Мы вас слушаем. Вот в соцсетях стал популярным выпускник, набравший на ЕНТ 1 балл. Можно узнать, сколько таких выпускников? Сколько таких выпускников нужно? 1 балл набрал только один выпускник, других таких низких результатов нету. Аружан, есть ли у вас еще вопросы? Да, мой второй вопрос – это сколько тестируемых попались со шпаргалками? И можете назвать самые популярные, самые необычные виды шпаргалок? В этом году Давайте я отвечу на данный вопрос. Как отметила моя коллега, в целом во время проведения ЕНТ есть определенные процедуры проверки. При сдаче ЕНТ за компьютером, то есть абитуриент при поступлении, за ним наблюдает несколько камер. Все это транслируется в ситуационном центре национального тестирования, и, естественно, все это мониторится. При входе у нас также работают Face ID. В текущем году у нас не было случаев подставных лиц в ЕНТ при входе. По предварительным итогам в целом у нас зафиксировано 623 нарушений, из них 391 это при входе в здание. 187 абитуриентов нарушили принципы академической честности, и соответственно, их результаты ЕНТ были аннулированы в соответствии с правилами проведения ЕНТ. Традиционно стандартными это являются шпаргалки на бумажном носителе, ну и также встречались факты, когда в здание пытались зайти с камерой. Благодарю за ответ. Улус Медиа, Асем Гумарова с нами на прямой связи. Асем, добрый день, ваши вопросы. Добрый день. Я бы хотела немного закончить вопрос коллеги. Можете сказать, сколько учеников попались на списывании? Или, может, я пропустила вот именно цифру? В целом 623 нарушений было зафиксировано, 391 человек при входе и 187 во время проведения тестирования. Здесь необходимо отметить, что согласно действующим нормативно-правовым актам мы имеем право провести видеоанализ, то есть все записи, которые производились во время ЕНТ, также будут пересмотрены. И у нас есть полномочия пересмотреть и при выявлении нарушения аннулировать данные результаты. То есть итоговая цифра будет готова к концу текущего года. И в этой связи хотелось бы... Да. И второй вопрос тоже касательно результатов. Ну, если по имеющейся информации судить, средний балл по ЕНТ составляет 64 балла, и около трети выпускников не смогли набрать пороговый балл. Вы вообще довольны результатами такими? Как можете объяснить такие низкие баллы? Потому что треть, они даже не набрали, получается, 50 баллов. Ну, так, это получается не треть, это даже четверть Асема. Если рассуждать то, что 76% ребят набрали пороговый балл и имеют право, возможность поступить в высшее учебное заведение, то 1/4, да, больше получается. Ну, конечно, это зависит от многих факторов, и от желания ребенка, от его степени готовности, от его выбора. Они могут продолжить обучение и в колледжах. Очень много программ сегодня тоже предлагается, и для этого тоже выделен соответствующий государственный образовательный заказ. Есть подготовительные курсы. То есть сейчас очень много различных механизмов для того, чтобы улучшить свой уровень и дальше продолжить обучение. Будет добавить, что мы ежегодно проводим тематический анализ
предметно. То есть ребенок при получении результатов ЕНТ, он даже может посмотреть, по какому... То есть это передаем в управление только на уровне области, но на уровне школ. Даже параграф известен, да, на какой вопрос меньше всего отвечают ученики. То есть в этой части анализ проводится. В качестве методологической помощи мы отправляем все необходимые материалы. Ашем, есть ли у вас уточняющие вопросы? Нет. Благодарю. Құрметті әріптестер, құрметті спикерлер, еліміздің басты ақпараттық алаңына уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Осымен негізгі ОБТ 2024 қорытындылары тақырыбына арналған баспасөз мәслихаты тамам. Аман сау болыңыздар.